Selam barlıklarına, hallerin kalay, жақсысыңдар ма? Мен бүгін сіздермен бірге unpacking жасайын деп jedім. Бүгінгі менің алған затым ол iPhone battery pack. Былайша айтқанда power bank қой, iPhone-ский. Қазір көрсетемін сендерге. Мына осындай iPhone battery pack MagSafe. Сонымен iPhone battery pack MagSafe барлығы жазылып тұр. Внешний аккумулятор iPhone-ның артына жабыстырылады. 12-ден бастап. Apple, by California, Cupertino, USA барлығы жазылып тұр. Мына жерінде де компания MagSafe version iOS дейді. Мына жағында китайский басқа тілде жазылып тұр. MagSafe battery pack made in China, designed by Apple in California. Бүкіл нелер бәрі жазылып тұр. Ал енді өзін ашайық. Мына жерінде несі клейленіп тұрады, соны алғам мен. Осылай былай жыртып алдым. Тексеріп көретін кезде. Қазір ашайын, сосын түсірем. Батарея пактың өзі. Ішіндегі анау нәрселері. Неважно, бірдеме жазылу үшін. Инструкция, анау гарантия деген. Неважно, басқа ештеңе жоқ. Скучно. Оранжевый, сары цвет жанып тұр. Түсінбедім, ол не деген сөз екен. Мына designed by Apple, California, assembled in China. Модель бәрі жазып тұр. 5000 мАч дейді. Артында осындай не бар. Сонымен осы қуаттағыш дополнительный қалай айтылады MagSafe charger. Қазір мен чехолмен көрсем қалай зарядталатын. Мынау менің чехолым. Осы чехол алады да былай тарсетіп жабысады. Түспейді бұл еще. Қатып қалған, жабысып қалған. iPhone-мен көрсетейін десем, iPhone-мен видео түсіріп жатырмын, сондықтан ой міне. Бұл жабысып қалды. Көрдіңдер ме да? Ал енді қолданайын өмірде, сосын айтам қалай екен. Сосын айтайын деген режим оптимальная зарядка деген өшіре салынды айтып жаңа дұрыс қуатты алмайды, 80 бараны жабысып қалады, сондай қуат лучше. Соны өшіре салыңдар. Мына мен зарядтайтын кезде атак қосып қоя беріңдер. Енді өздерің арайсыңдар. Сосын осыны тоққа тығып қойып, андай домашний не болады, беспроводный зарядка сияқты қолдану болады. Алып келесің, iPhone-ның қойып қоясың, жүре бересің, спокойно, тоққа тығып керек емес. Және де бұны iPhone-ды осылай қойып, тоққа тығып қойсаң, мынау арқылы 15 ваттпен зарядталады. Былай 5 ваттпен или 7 ваттпен зарядталады. Так что беспроводной, либо проводной зарядка. Вот мына осылай қойып қойсаң, осылай да iPhone зарядтала берді да. Үйге келдің, мысалы, тығып не істеп атпайсың, просто үйде тұрады осылай, аласына тарс еткізіп, док станция болады да. Соны айтайын деген. Негізі функциялар көп енді, өмірде қолданайын айтам, қалай екен, қайдан алған бәрін.